Сәлем достар, бұл Данышпан арнасы. Бүгін біз бәрімізге жақсы таныс жан түршіктірер кальмар ойыны сериалының 3-ші маусымына арналған қызықты квиз дайындадық. Бұл видеода сен өз біліміңді сынап, соңғы маусымдағы оқиғаларды қаншалықты жақсы есінде сақтағаныңды тексере аласың. Бір қалдымен каналға жазыл, қоңыраушаны бас, видеоны лайктап қой, сонда осындай қызықты видеолар саған жиі көрсетіледі. Дайынсың ба? Онда бастайық. 3-ші сезонда бәрі қандай ойынмен басталды, есіңде ме? Әрине, бұл жасырын бак. Мына кадрдағы қатысушының нөмірі қандай болған? Бұл 125 нөмірлі ойыншы. Лауазым бойынша қайсысы биігірек? Жағдайы 4 бұрыш қой. Финалдық ойында Кихун қандай рөлде болды? Нағыз еркек, нағыз құтқарушы. Чунхи көпірде өзін неге құрбан етті, білесің бе? Баланы құтқару үшін нағыз батырлық. Қайсысын таңдар едің? Ақша ма? Бәрін құтқару ма? Жауабыңа сай лайк немесе комментарий қалдырып кет. Кіммен бірге топ құруға болады деп ойлайсың? Мұқият назар аудар. Жауабын қалдырып кет. Бұл кадрдағы ойын қалай аталады? Бұл скакалка. Бірақ әдеттегі емес. Операция бөлмесінде Наиль не істеп жүрді? Ол көмекші рөлінде болды. Мұқият назар аудар. Қайсысы дұрыс сурет? Жарайсың. Дұрыс. Финалда сатқынның нөмірі есінде ме? Иә. Қайсысын таңдар едің? Ойынды ойнауды, әлде бақылауды? Лайк немесе комментарий қалдырып, каналға жазылып кет. Наиль неге дәл 246 нөмірлі ойыншыны құтқарғысы келді? Бала үшін. Жүректен шыққан шешім. Қай сыйлықты таңдайсы? Жолың болды деп үміттенемін. Соңғы болып жарияланған ойын қандай болды? Ең шешуші кезең. Бұл аспан кальмары. Детектив Хван сатқын Пакпен не істеді? Ол оны өлтірді. Олардың қайсысы ойынға қатыспады?
Чоңгук. Саған кім қаттырақ ұнайды? Жауабыңды білгім келеді. Лайк немесе коммент қалдырып кет. Жасырын бақта шығатын есікті қандай кілт ашады? Ойынның бас жүлдесі қанша екенін білесің бе? Чоңгук! 45 миллиард вон? Міне нағыз мотивация. Интуицияңды тексеріп, жүрегіңе сен. Сүйкімді екен. 2-3 жермеркі нөмірлі ойыншы жасырын бақта қай жерін қатты жарақаттаған еді? Ол аяғынан ауыр жарақат алған. Кихун неге 044-ті өлтірмеді? Себебі ол кісенделген болатын. Қай ойында мені жеңе аласың? Жауабын қалдырып кет. Осы ойындардың қайсысы соңғы сезонда болған еді? Бұл жасырын бақ. Наил 246 ойыншыны құтқару үшін алдымен не істеді? Күзетшілерді өлтірді. Бұл кадрда ол детектив Хванға қоңырау шалуды кімнен сұрады? Сириден. Делить с тобой, теплый ужин делить с тобой. Криштиану Роналдоның ақшасы неге сондай көп деп ойлайсың? Алданып қалмағаныңа ризамын. Пак ұйымда қандай рөл атқарған? Ол тыңшы болған. Екеуінің сайысында кім жеңер еді деп ойлайсың? Жақсы жауап. Кихун не деді? Біз жылқы емеспіз, біз адамбыз. Мықты айтылған. Мы люди. Кихунның ең жақын досы кім? Жақсы жауап. Бұл актрисаны тандың ба? Ол қандай нөмірде ойнады? Иә, ол 044 нөмірлі ойыншы. 044-ті кім сатып кетті және ойынды өтуіне кедергі болды? Жүз нөмірлі ойыншы. Нағыз сатқындықтың атасы болды. Квизін ады ма? Ұнаған болса, коммент пен лайк қалдырып, каналға жазылып кет. Келесі видеода көскенше данышпанда.